Павлодар қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2013 жылдың 27 тамызында іске қосылды. Білім ошағы елбасының бастамасымен ашылған республикамыздағы 13-ші мектеп. Павлодардағы жаңа мектеп оқу үдерісіне инновацияларды енгізу және педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыруға негіз болады. Factors affecting the speed of chemical reactions. Ең бірінші әрекеттесуші заттар табиғаты бұл оттек және азот. Көміртекке осы сурет жасалады. Бұл мектеп арнайы оқу бағдарламаларымен оқиды. Әрине, жалпы білім беру оқу бағдарламалары емес, кіріктірілген оқу бағдарламалар және эксперименталды оқу бағдарламасы бойынша оқиды. Осы оқу бағдарламасы бойынша тақырыптар тереңдетіліп, кеңейтіліп оқытылады. Біздің жалпы мақсатымыз сабақты бір ерекше форматта қызықты қылып өткізу. Яғни балалардың көңіл ынтасын, зерін сабақ арнау арқылы балаларды сабаққа қызықтыру балу. Жалпы кіріктірген бағдарлама бойынша жалпы біздің ең бірінші мақсатымыз бұл балаларға тек қана қазақ тілінде емес, сонымен қатар орыс тілі, ағылшын тілінде сабақ беру мүмкіндігі. Яғни мұнда ағылшын тілі өте жоғары сатыға қойылады. Себебі ағылшын тілі қазір әлем тілдерінің бірі болып саналады. Өзімнің сабақтарымда қазақ тілімен қатар орыс тілін және ағылшын тілін қолдануын құптаймын өзім тарапынан. Сол себепті қазақ тілі сабақтарына ағылшын тілін де кіргізуге тырысамын. Яғни кіріктірілген бағдарлама болғандықтан кейін байланыс болу керек. Назарбаев зияткерлік мектебінде оқу үшін іріктеу конкурсына 2,5 мыңға жуық үміткер қатысты. Бүгінгі таңда 600-ден астам оқушы өркен білім беру грантының иегері атанған. Бұл мектептердің ашылу мақсаты болашақта еліміздің зияткерлік элитасын қалыптастыру. Бұл мектептің ерекшелігі осы балаларға болашақта жаңа заманда балаларға қажет ететін дағдыларды осы білім мазмұнын өзгерте отырып, реформа жасай отырып, осы балаларды жаңа заманға, бәсекелестік заманға дайындау. Оқушыларды да әрине іріктеп таңдап алдық. 2400-дей оқушы конкурсқа қатысты. Олардың 400 алғашқы конкурста 2 конкурс болып, басында 8-ші, 9-ші, 11-ші сыныптарды қабылдап алдық. Бұл конкурсқа 1900 бала қатысты. Олардың ішінен 478 бала таңдап алдық. Кейін 7-ші сыныптарға тағы да қосымша конкурс жарияланды. Ол конкурстан бізден 458 бала қатысты. Оның ішінен 135 бала таңдадық. Қазіргі бізде 600-ден астам оқушы оқып жатыр. Ең соңғы 7-ші сыныптарды біз жаңа жүйе бойынша қабылдадық. Ол жүйеде ерекшелігі Американдық Джон Хопкинс университетінің дарынды балалармен жұмыс істеген институтымен бірге жасалған тесттер арқылы және Нидерландияның педагогикалық өлшемдерін дайындаған тесттер арқылы қабылдадық. Ол тесттердің ерекшелігі балалардың жаратылыстану, математика ғылымдарын жақсы білу, түсіну, ұғыну қабілеттерін тексереді. Конкурстық іріктеу жүйесі негізінен жаратылыстану пәндері бойынша оқи алатын және келешекте алдыңғы қатарлы қазақстандық және шетелдік технологиялық университеттерде оқуға ниетті балаларды іріктеу бағытында жұмыс жасайды. Тілдің үш тұғырлы саясаты білім берудегі басты ұстаным болып табылады. Купрум хлоридқа Купрумның алдында коэффициент қажет па? Жоқ, қажет емес. Бұл бағдарламаның ерекшеліктерінің біреуі үш тілді бірдей дамыту. Яғни математика, химия, биология, физика пәндерін ағылшында өту, ағылшын тілінде өту, Қазақстан тарихы, Қазақстан география сабақтары болсын, олар қазақ тілінде, информатика, физкультура сабақтары, дене шынықтыру сабақтары орыс тілінде өтеді. Осылай балалар үш тілде әрқашан өздерінің тілдік дағдыларын дамыта отырып, үш тілде еркін сөйлейтін азамат қылуға мақсат тұтамыз. Яғни бұл мектепті аяқтайтын кезде біздің түлектеріміз үш тілде еркін сөйлеу керек.
Білім ошағында жұмыс істеуге алдыңғы қатарлы мамандар тартылған. Алғашқыда 400 өтініш қабылданса, кейін 95 адам арнайы іріктеуден өтті. Қабылданған мұғалімдер біліктілікті арттыру курстарын тамамдаған. Бірнеше ұстаз Назарбаев университетінде 1 жылдық дайындық курсын меңгерген. Менің ойымша, біздің елбасымыздың бұған қосқан үлесі өте зор. Мен үшін Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс істеу өте мәртебелі. Себебі қазіргі таңда осы мемлекетіміздің жарқындауына жастарымыздың қосатын үлесі зор деп есептеймін. Сол себепті қазіргі таңда Назарбаев зияткерлік мектептеріне жастардың көп тартылуы осы сөзімнің айғағы болып табылады. Әрбір оқушының жеке мүмкіндігі мен қажеттілігіне байланысты біз білім беруге тырысамыз. Зияткерлік мектептердің білім беру бағдарламасы ұлттық және халықаралық тәжірибелердің ең үздік үлгілерімен жұмыс істеуді көздейді. Бағдарламаны әзірлеуге үздік практик мұғалімдер мен Кембридждің халықаралық емтихандық кеңесінің кеңесшілері тартылған еді. Бүгінде оқушыларға шетелден келген білікті ұстаздар да сабақ береді. It's important to know when to use a database and be aware of its advantages. Good. So, Қазақстанға келіп оқушыларға дәріс беріп жүрмін. Оқушылардың білім деңгейі өте жоғары. Информатика пәнін тереңдетіп оқытуда жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудамын. 720 оқушыға арналып арнайы жобамен салынған мектепте ақпараттық технологияларға арналған бірнеше аудиториялар, дәріс залдары мен универсалды кабинеттер бар. Оқушылардың шамамен 30% шалғайдағы елді мекендерден келіп оқып жатыр. Олар үшін арнайы жабдықталған жатақхана да бар. Бүкіл жасалған жағдайлар оқушылардың танымдық және ғылыми қызметінің жүзеге асуына ықпал етеді. Осы мектепке Екібастұз қаласындағы Зерде дарынды балалар мектебінен келдім. Осы мектепке түскеніме еш өкінбеймін, себебі осы мектеп менің жарқын болашағымның кепілі бола алады. Осы жерде оқу мен үшін өте қызықты, себебі жаңа достардың ортасында болу, көптеген басқа аудан қалалардан келген достармен танысу мен үшін өте қызықты. Осы жердегі сапалы білім, жоғары маманданған ұстаздар, заманауи техникалар, дарынды оқушылар өзара үйлесім тапты деген ойдамын. Мен басқа қаладан келгендіктен жатақханада тұрамын. Жатақхана менің көңілімнен шығарлық. Себебі әр адамның тұрмысы мен тіршілігі үшін барлық жабдықтар қамтылған. Және осы жерде әрбір оқушының тұрақтануына жақсы жағдай жасалған деп айтуға болады. Интернаттың өмірі өте қызық, күнделікті қызықты мерекелер болып жатады. Күнделікті барлығымыз бірге жиналып, достық шеңберіне отырамыз. Менің ойымша, ол адамның және де біздің балалардың психологиясына өте жақсы әсер етеді. Өйткені біз бір-біріміздің көмек сұрай аламыз, бір-бірімізге көмек ететінімізді білеміз. Мектеп оқушылары шетелдік білім жүйесімен үнемі байланыста. Мәселен, оқу жылы басталғалы бері бірнеше оқушы Малайзия, Англия мен Мәскеуде өткен семинарларға қатысып қайтты. ақш-қа ағылшын тілін түзету мақсатында 2 жұмаға бізді мектеп жібереді. Менің бізге айтқан бойынша бізді кейбір критерийлер бойынша жіберді. Ол критерийлердің бірі ағылшын тілін білу болды. Мен ағылшын тілін жедел білем деп ойлаймын. Осыған байланысты ақш-тың Вермонт штатына, оның ішінде Вермонт академиясына бара жатырмын. Және де осы штатта мен өз ағылшын тілімді жақсартамын деген ойдамын. Және де ол ағылшын тілден біз басқа да мәдениеттерден сабақ аламыз. Ол яғни химия, биология, оның ішінде физкультура да бар. Яғни біз далаға шығып шаңғы тебеміз, және мектептің ішінде бассейн бар екен. Соған бізді апарып көптеген қызықты нәрселерді үйренуге тырысамыз. Физика пәнінен мониторингде өте жоғары тапсырғандықтан мені сол жерге өзімнің физика пәнінен білімді тереңдетуге жіберді. Қай жерге? Англияға, Кембриджға бардық. Маған өте ұнады. Мәскеуде оқуға бардық, биология, химия пәндері бойынша біз білім алдық. Мәскеу университетінің профессорларымен, ғалымдармен жұмыс жасадық. Биология бойынша өз білімдерімді жаңарттым. Мәскеу қаласын алғашқы рет көрдім. Осы қаланың әдемі екенін өз көзіммен көрдім.
Ғылыми зерттеу жұмыстары, Ниш әлемі мектеп газетінің шығарылуы, республикалық халықаралық пән олимпиадалары, спорттық сайыстар шәкірттердің жан-жақты қалыптасып даму үшін ұйымдастырылады. Зияткерлік мектебінде тек қана біз білімге ғана көңіл аударғана қоймаймыз. Сонымен қоса біз спортқа да белсенді қатысамыз. Менің өзім жеке басым волейболды сүйемін. Біз жалпы командамен жуырда Семей қаласында өткен Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасында бірінші спартакиадада солтүстік шығыс аймақтардан келген командалармен сайыстық. Жалпы біз екінші орынға ие болдық. Бізге бірінші орынға шығуға, топ жаруға бірнеше ұпай жетпей қалды. Ал енді келесі жылы бізде қатысамыз. Енді онда қателіктеріміз қайталанбайды, енді бірінші орын алуға кәміл сенемін. Оқушылар арасында достық пен адамгершілік қасиеттерін қалыптастыратын, мектеп өмірінің қоғамдық негізін құрайтын шаңырақ бірлестігі де жұмыс жасайды. Білім кітап оқу ол әрине дұрыс, ол әрине өте керек нәрсе, бірақ сонымен қатар біздің жас ұрпаққа біз сонымен қатар қоғамдық өмірге атсалыстыру керекпіз, яғни олардың қоғамдық өмірге тарту керекпіз. Елбасымызды білесіздер, ол өзі, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы өзі осы қарапайым қоғамдық жұмыстан бастаған. Басында комсомолға кірген, сосын жәнегі партиялық жұмыспен, қоғамдық жұмыспен осындай үлкен дәрежеге жетіп отыр. Сондықтан біздің басты мақсатымыз балалардан тек қана осындай білімге баулу емес, сонымен қатар қоғамдық белсенділігін арттыру біздің мақсатымыз. Осы кураторлардың басты мақсаты осы. Сол орайда біздің кураторлар көптеген жұмыстар атқарып жатыр, тәрбиелік мәні бар жұмыстар атқарып жатыр. Сонымен қатар біздің кураторлар осы жастармен, оқушылармен жәнегі оларды қайырымдылық мақсатта көптеген проектілеріміз бар. Ұлттық классикалық әдебиетке негізделген 100 кітап жобасы оқушылардың ішкі дүниетанымының дамуына, рухани мәдениетін қалыптастыруға зор ықпалын тигізіп келеді. Мектепте Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күніне орай ашық сабақтар, интеллектуалдық ойындар, елбасына алғыс айтамын тақырыбында өткен эссе жазу бойынша байқау, менің Қазақстаным, менің қалам, менің мектебім тақырыбындағы сайыстар ұйымдастырылды. Оқушылар тұңғыш президент жайлы, оның ел өміріндегі рөлі жайында ой бөлісті. Елбасымыздың көрегендік саясатының арқасында біздің жастарымыз жан-жақты білім алып, әртүрлі жан-жақты жетіліп жатыр. Соның нәтижесі осы біздің Назарбаев зияткерлік мектебі. Осы Назарбаев зияткерлік мектебінің арқасында оқушылар тек қана білім ғана алмай, одан да сыртта әртүрлі үйірмелер жан-жақты дамуда. Ең алғаш мен елбасының көрген сәтім әлі де есімде. Ол сәтті мен ешқашанда ұмытпаспын. Мен Баянауыл ауданының тумасымын. Ең алғаш рет елбасы Баянауыл ауданына халықпен кездесуге келген болатын. Сол сәтте менің атам Ұлы Отан соғысының ардагері еді. Ол кісі менің атаммен қол ұстасып, ол кісінің халын сұрап, халықтың қамын сұрады. Сол сәтте мен атамның жанында тұратынмын. Сол сәттен ақ мен елбасының халықтың қамын ойлайтынын, халықтың жағдайын ойлайтынына нақты көзімді жеткіздім. Менің елбасымен бірінші рет кездесуім жас айында болатын. Осы кезде менің жан дүниемде толқулар болды. Себебі мен бала кезімнен дарынды да инабатты тұлға ретінде елбасымды көретімін. Сол себепті бұл бірінші рет кездесуім мен үшін арманыма қол ұшымды тигізгендей болды. Мен бірнеше айдан кейін Назарбаев зияткерлік мектебіне аттандым. Осы кезде мен елбасымыздың бізге артқан үмітін ақтауға қолынан келетінін білдім. Назарбаев зияткерлік мектебінің шәкірттері болашақта әлемнің ең үздік оқу орындарында білім алу, ғылыми жұмыстармен айналысу, жалпы кез келген салада табысқа қол жеткізу мүмкіндігіне ие. Біздің мектепті бітірген оқушылар әрине әркім өз таңдауына байланысты, бірақ басты мақсатымыз бұлардан ең жақсы басқарушы, жақсы экономист, жақсы өзін саласын жақсы жетік білетін маман дайындау. Бұл жақсы жетік білетін маман дайындау үшін мектепте баланың оқуын, ой өрісін дұрыс қалыптастыру керек. Яғни бұны әрқашан өмір бойы білім алуға, өмір бойы үйренуге бағыттау керек. Келешекте Назарбаев зияткерлік мектебінің білім жүйесін облысымыздағы мектептерге енгізу көзделуде.